Сәлем достар, бірінші байлық денсаулық арнасына қош келдіңіздер. Мен сіздердің денсаулықтарыңыздың сенімді көмекшісі боламын. Бүгін мен сіздермен күнделікті өміріңізде қолдануға болатын ең жақсы лайфхактар ондығымен бөліскім келеді. Бұл лайфхактар сіздің әл-ауқатыңызды жақсартуға, иммунитетіңізді арттыруға және аурудың алдын алуға, уақыт пен ақшаны үнемдеуге көмектеседі. Егер сіз жақсы өмір сүргіңіз келсе, өзіңізді бақытты сезініп, жастық шақ пен сұлулықты ұзақ сақтағыңыз келсе, онда бұл бейне сізге арналған. Менің қарапайым және тиімді кеңестерімді қолдансаңыз, нәтижесін бір аптадан кейін сезе бастайсыз. Кеттік. Ең бірінші лайфхак – жеткілікті мөлшерде су ішу. Су біздің ағзамыз үшін өмір мен денсаулық көзі. Ол біздің денеміздегі барлық процестерге қатысады. Ылғалданудың оңтайлы деңгейін сақтайды. Токсиндерді ағзадан шығарады. Ас қорыту мен терінің жұмысын жақсартады. Судың жетіспеушілігі дегидратацияға, көңіл-күй мен концентрацияның нашарлауына, бас ауруы мен тез шаршауға әкелуі мүмкін. Сондықтан күн сайын жеткілікті су ішу өте маңызды. Сізге қанша су қажет екенін қалай анықтауға болады? Қарапайым формула бар. Өз салмағыңызды 30-ға бөліңіз. Сол кезде бір күнде ішу керек литр судың мөлшері шығады. Мысалы, егер сіздің салмағыңыз 60 кг болса, онда сіз күніне 2 литр су ішуіңіз керек. Егер сіз спортпен шұғылдансаңыз, немесе жаз мезгілінде суды көбірек ішкен абзал. Өз ағзаңызды тыңдау маңызды. Бір күндік нормаңызды асықпай бөліп ішкен жөн. Сол кезде бүйрегіңізге ауыр соқпайды. Екінші лайфхак. Күн сайын таңертең созылу жаттығуларын орындау. Созылу денеңізді оятудың және оны жаңа күнге дайындаудың ең тамаша тәсілі. Созылу қан айналымын, бұлшықеттер мен буындардың серпімділігін жақсартады. Арқа мен мойнын қатып қалуы мен ауырсынуын болдырмайды. Көңіл күйді көтеріп, өз-өзіңізге деген сенімділік арта түседі. Созылу көп уақытты және кеңістікті қажет етпейді. Оны үйде де, жұмыста да, орындықты немесе қабырғаны пайдаланып та жасауға болады. Ең бастысы жеңіл жаттығулардан бастаңыз. Әйтпесе бұл сізге керісінше зиянын тигізуі мүмкін. Үшінші лайфхак. Көкөністер мен жемістерді көбірек жеу. Көкөністер мен жемістер бұл біздің денсаулығымызға қажетті дәрумендер, минералдар, антиоксиданттар мен диеталық талшықтардың қоймасы болып есептелінеді. Олар біздің иммунитетімізді нығайтады, бізді инфекциялар мен қабынулардан қорғайды. Сонымен қатар денемізді бос радикалдардан тазартады. Ішек пен жүректің жұмысын жақсартады, салмақ пен тәбетті бақылауға көмектеседі. Сондықтан күн сайын көкөністер мен жемістерді көбірек жеу өте маңызды. Төртінші лайфхак. Күніне 10 минут медитация жасау. Медитация бұл біздің санамызды тыныштандыруға, стресс пен мазасыздықтан арылуға, эмоционалды күйімізді және өзін-өзі тануды жақсартуға көмектесетін тәжірибе. Медитация ұйқыны, тыныс алуды, қан қысымын және иммунитетті жақсарту арқылы физикалық денсаулығымызға да оң әсер етеді. Медитация арнайы дағдыларды немесе жабдықты қажет етпейді. Сіз тыныс алуды, дыбыстарды немесе визуализацияны пайдаланып, кез келген жерде және кез келген уақытта медитация жасай аласыз. Бізде медитацияға арналған арна бар. Мен бейненің астына сипаттамаға сілтемесін қалдырамын. Бесінші лайфхак – жиі күлу. Күлкі біздің денсаулығымыз үшін ең жақсы дәрі. Күлкі эндорфиндердің көңіл күйімізді көтеретін, ауырсынуды жеңілдететін және бұлшықеттерімізді босаңсытатын бақыт гормондарын өндірісін ынталандырады. Күлкі біздің есте сақтау қабілетімізді, шығармашылығымызды және әлеуметтік дағдыларымызды жақсартады және бізді депрессия мен жалғыздықтан қорғайды. Сондықтан жиі күліп, күлкіңізді басқалармен бөлісу аса маңызды. Комедия жанрындағы кино мен әзіл-сықақ шоуларын көріңіздер, достарыңызбен көңілді ойындар ойнаңыздар, үнемі күліп жүретін позитив адамдармен сөйлесіңіздер, араласыңыздар. Ал егер үй жануарларын ұстасаңыздар, тіпті жақсы. Алтыншы лайфхак. Күніне кемінде 7 сағат ұйықтау. Ұйқы бұл біздің денсаулығымыз бен әл-ауқатымыз үшін қажетті процесс. Ұйқы кезінде біздің денеміз бен миымыз қалпына келеді, гормондар реттеледі, иммунитет күшейеді, есте сақтау және оқу қабілеті жақсарады. Ұйқының болмауы өнімділіктің төмендеуіне, концентрацияның бұзылуына, тітіркенуге, депрессияға, сондай-ақ қант диабеті, семіздік, жүрек қан тамырлары проблемалары және тағы басқа сол сияқты әртүрлі аурулардың даму қаупіне әкелуі мүмкін.
Ұйқыңызды қалай жақсартуға болады деген сұраққа бірнеше жауап бар. Режиміңізді бақылап, бір уақытта ұйықтап, бір уақытта ұйқыдан тұрыңыз. Ұйықтар алдында кофеиннен, алкогольден және никотиннен аулақ болыңыз. Ұйықтауға ыңғайлы жағдай жасаңыз. Бөлме қараңғы, тыныш әрі салқын болуы керек. Ұйықтар алдында босаңсытатын жаттығулар немесе медитация жасаңыз. Ұйқыдан 1 сағат бұрын гаджеттерді пайдаланбаңыз. 7-ші лайфхак – күн сайын жаяу жүру. Жаяу жүру сіздің денсаулығыңыз бен дене бітіміңізді сақтаудың қарапайым және қолжетімді әдісі. Жаяу жүру бұлшықеттеріміз бен сүйектерімізді нығайтады, қан айналымы мен тыныс алуды жақсартады, калорий жағады, стрессті азайтады және көңіл күйді көтереді. Жаяу жүру сонымен қатар қант диабеті, артериялық гипертония, остеопороз және тағы басқа сол сияқты әртүрлі аурулардың алдын алуға көмектеседі. Мүмкіндігіңізше көлікке немесе қоғамдық автобусға отырудың орнына жаяу жүруді таңдаңыз. Лифтпен көтерілгенше баспалдақпен жүріңіз. Саябақта немесе қала көшелерінде серуендеу кезінде қадамдарыңыз бен қашықтықты бақылау үшін арнайы қолданбаларды немесе гаджеттерді пайдаланыңыз. Ең дұрысы таңертең серуендеу. Күніне 3 немесе 5000 қадамнан бастаңыз. Олардың санын біртіндеп арттырыңыз. 8-ші лайфхак. Күн сайын кітап оқу. Кітап оқу бұл қызықты және пайдалы әрекет қана емес, сонымен қатар сіздің денсаулығыңыз бен әл-ауқатыңызды жақсартудың тамаша тәсілі. Кітап оқу миымызды дамытады, сонымен қатар есту сақтау қабілетімізді, зейінімізді, сыни ойлауымыз бен қиялымызды жақсартады. Білімімізді кеңейтеді. Кітап оқу сонымен қатар стресс пен мазасыздықтың деңгейін төмендетеді. Көңіл күйімізді және өзін-өзі бағалауды жақсартады. Өзімізді және басқаларды жақсы түсінуге көмектеседі. Сондықтан күн сайын кітап оқу маңызды. Өз қалауыңыз бен қызығушылықтарыңыз бойынша кітаптарды таңдаңыз. Өзіңізге ыңғайлы уақытта және ыңғайлы жерде оқыңыз. Күніне 20-30 минут немесе бір тараудан оқыңыз. Әлеуметтік желілерде оқылған кітаптардан алған әсерлеріңізбен бөлісіңіз. 9-ші лайфхак. Өз-өзіңізге массаж жасау. Массаж денсаулығымыз бен әл-ауқатымызды жақсартудың тиімді әдісі. Массаж бұлшықеттер мен нервтерді босаңсытады, қан айналымы мен лимфалар ағынын жақсартады, ауырсыну мен шиеленісті азайтады, көңіл күй мен өзін-өзі бағалауды арттырады. Массаж сонымен қатар біздің денемізге және қажеттіліктерімізге мұқият болуға көмектеседі. Сондықтан күн сайын өзіңізге массаж жасау маңызды. Мұны қалай жасауға болады деген сұраққа әрине жауап бар. Массаж жасаудың көптеген тәсілдері бар. Қолдарыңызды, шынтақтарыңызды, жұдырықтарыңызды, саусақтарыңызды, сондай-ақ массажерлер, роликтер, шарлар, щеткалар, тарақтар сияқты арнайы құралдарды қолданыңыз. Интернетте өз-өзіңізге массаж жасау әдістері өте көп. Сізге тек соларды оқу ғана қалды. 10-ші лайфхак. Бұл адам өміріндегі тепе-теңдікті сақтау. Адам өміріндегі тепе-теңдік бұл адам өмірінің барлық саласына жеткілікті уақыт пен көңіл бөлу дегенді білдіреді. Адам өміріндегі тепе-теңдік оған бақытты, табысты, сау және үйлесімді болуға көмектеседі. Адам өміріндегі тепе-теңдік шамадан тыс жұмыс, стресс, депрессия, жалғыздық пен наразылықтың алдын алады. Адам өміріндегі тепе-теңдік адам бәрін бірдей және үнемі жасау керек дегенді білдірмейді. Адам өміріндегі тепе-теңдік адамның қажеттіліктерін, мақсаттары мен мүмкіндіктерін ескере отырып, өзінің ыңғайлы өмір сүру үйлесімін табуы керек дегенді білдіреді. Міне достар, енді сіз өзіңіздің өміріңізде қолдануға болатын денсаулыққа арналған ең жақсы 10 лайфхак туралы білесіз. Егер сіз оларды үнемі қолдансаңыз, денсаулығыңыз бен өмір сүру сапаңыз әлде қайда артады. Егер бұл бейне сізге ұнаса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Ал жаңа видеолар шыққан уақытты өткізіп алмау үшін қоңырауды басыңыз. Назарларыңызға рахмет.